Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Менің есімім Әсел Сапарбайқызы, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі таңда сіздерге қазіргі таңда данныйлар көп ұрланып, сол жаңағы жария болып, болмаса жаңағы жеке деректеріңіз бір жерлерге салынып кетіп жатыр. Соны тексеру үшін үкімет егов порталына сондай жаңағы бөлім жасап қойған екен. Соны тексеруге болады екен. Кім сіздің данныйларыңызды алды, кім қарады сіздің деректеріңізді, сол бойынша кішігірім осындай танымдық видео түсіргім келіп отыр. Ол үшін егов порталына, егов мобайл порталына кіріп, өзіңіздің атыңызбен кіріп, осы жерде мына орысшасында тұр, қазақшасында басқа да мәліметтер, басқа деген жерге кіресіздер, болмаса другие сервисы. Осы жерде Номадгард деген бөлім тұр, ГКБ жилищный портал деген жердің жоғары жағында. Осы жерге бассаңыз, сізге бірден ашылады, кім сіздің жаңағы деректеріңізді қарағаны, кім алып сол туралы сіздің данныйларыңызды білгені туралы. Мында қазір менің жеке деректерімнің несі ашылады. Интернет міне ашылды. Қараңыздар, проверка на мошенничество дейді. Здравствуйте.ру деген портал. Біреу менің данныйымды қарапты. Сервис деген жерді бассаңыз, қандай нені көрген, менің нелерімді кім көрген туралы жазылып тұрады екен. Міне қараңыз, Ежов Алексей дейді. Мынау мүлдем Қазақстанның номері да емес, Россияның несі, менің сонда данныйларымды қараған. Не үшін қарады, түсініксіз. Мен мына кісілерді мысалы танымаймын. Здравствуйте деген каналға тіркелген де емеспін, ол жерге жазған да емеспін, бірінші рет көріп тұрмын. Келесі, ол тағы да 18 қазанда 2023 жылы қараған екен. Маяқта социальный сети Mail.ru дейді. Бұл жерде ешқандай данныйларым жоқ екен менің. Маяқта Займер KZ дейді. 2024 жылы мен вообще мынандай микрокредиттардан ешқандай не сұрамаймын. Бірақ бұл жерде менің данныйларым жазылған екен. Тоже тексерген. Не үшін тексерген білмеймін. Мен бұндай микрокредиттерден кредит алмаймын. Сондықтан қалай бұлар менің данныйларымды неге қарап жүрген түсінбедім. Осы жерде мои проверки дейді. Мына жерде сіздің қараған жеріңіз тарихы жайында болу керек мүмкін. Мошенничество дейді. Егер мына жақта жаңағы информация жіберуіңіз керек болса, өкіметке жаңағы осы көмек сұрап осы жерге жазсаңыз болады екен. Еще деген бөлімді бассаңыз, мына жерде мои данные, обучение, тесты дейді. Неге үйретеді екен, көрейік. Бұл жер әлі ашылмапты, жаңадан қосылып жатқан бөлімдер болу керек. Мына жақта егер орыс тілін қаламасаңыз, тілді ауыстырғасаңыз болады екен қазақ тіліне. Осылай өзіңіздің жеке деректеріңізді кім көріп жатыр, қандай алаяқтар көріп жатыр, алаяқтарға ұрынып қалдыңыз ба, сол туралы білуге болады екен. Егер видео сізге көмектескен болса, лайк батырмасын басып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.